Құдай қаласа келесі шығарылымыз Грекияны жеңдік деп біз сүйіншілеп бастайық. Бұл шанс үлкен, бұны жоғалтып алмау керек. Жігіттер оны түсінеді деп ойлаймын. Сол Словениядағы жағдай қайталанбайды деп сенемін. Әрине бүгін мүлде басқаша эмоцияны бір бастан кешіргім келеді. Чемпиондар лигасы дейміз, басқа да матчтар бар, оларға немқұрайлы дайындықпен солай бір салғырт қарап жүргізетін рас, мойындаймын. Бірақ бүгін емес. Есеп 5-0. Үмітсіз шайтан демекші тіпті 85-ші минутта есе осындай болып тұрса да, санаулы қалған минут ішінде 5 гол салып теңестірер деген сенім өше қоймады. Кезінде Түркияның Чехияға, Реал Мадридтің Манчестер Ситиге қарсы ойнаған ойындарында 2 минутта 2 голдан соғылған сәттері киноның кадрлар секілді ойға қонып тұрды. Бір қызық айтайын, матч басталар алдын достарымды үйге шақырдым. Айқайлап шулап отырамыз деп үйдегілерге ескертіп қойдым. Бірақ үнсіз отырдық. Ұлттық құрамамыз біз күткендей нәтиже көрсетпеді. Тіпті ойламаған нәтижені сыйлады десек те болады. Бүгін ойындағы әрбір голды зерттеп, кім қателік жасады, кім дұрыс іс-қимыл көрсетті, Асхат Тағыберген неге шықпады деген секілді сұрақтардың бәрін эксперт ретінде емес, жай ғана жанкүйер ретінде талқылап көреміз. Сіздермен бірге желаяқ тенас және де оның жүргізушісі мен Беклан. Маған қолдау ретінде видеома лайк басып, арнама тіркеле кетіңіздер. Матч Грекия мемлекетінде Афина қаласында Опап Арена стадионда өтті. Егерде осы Грекиямен қоса Грузияны да ұтсақ, Еуропа чемпионатына барып тұредік. Жарайды енді. Екі команданың құрамаларын көрсетейік. Грекияныкі алдарыңызда. Енді Қазақстандікі. Құраманы көріп көбісінде сұрақ туындады. Асхат қайда, Рамазан қайда, Еркін Тапалов неге жоқ деген секілді. Матч басталды. 7-ші минутта ауттан басталған шабуыл кезінде Димитрис Пелькас бірінші пас береді, екінші тебеді, үшінші командасына пенальти алып келеді. Нүктеде капитандары Бакасетас. Шаскис соққының бағытын тапса да, жойқын келген допқа үлгере алмай қалды. Сонымен қандай қателіктер жасадық? Аут кезінде қарасақ, бәрі бір адамнан жауап тұр. Ал аут тастап жатқан адамды ше? Екеуі бірнеше пастар арқылы Астановты жүгіртіп жіберді. Одан кейін прессингке Ян қосылды. Алайда гректердің айып алаңына емес, тағы да жақын жерге пас. Осы кезде қақпаның алдында тұрған кісілердің біреуі болсын, осы адамды жапқанда тамаша болар еді. Жарайды. Бәрібір әуелеткен пасы ондай әдемі шыққан жоқ. Доп Зайнутдиновтың басына тиіп тайқып ұшады. Меніңше Қайыров алдында тұрған 8-ші нөмірлі шабуылшы емес, артындағы Пелкасты жабу керек еді. Бірақ 10-ші нөмірлі шабуылшының берген пасы да нашар болып шықты. Артынша ол кері қайтқан допқа соққы жасап та үлгереді. Қайыров оны тоқтатып үлгермей қалды. Бірнеше секундтардан соң дәл сол қайтадан Пелкас қулығының арқасында пенальтиге ие болады. Қайыровтың аяғы допқа емес, грек ойыншысының аяғына тиеді. Негізі Пелкастың да аяғы допқа тиген жоқ. Себебі ол аяғын допқа емес, Қайыровтың аяғына тосқауыл етіп қойды. Келесі голға өтейік. 15-ші минутта біздің пасты орта жолдан тоқтатқан қайтадан сол Пелкас артынша бірден шабуылды бастап кетеді. Оң қапталға қысқан гректер 4 ойыншы тұрғанына қарамастан ортаға пас тастайды. Кім? Иә, қайтадан сол ойыншы. Есеп 2-0. Сонымен мұнда не болды енді? Ерланы пасты кімге берейін деп бата алмай тұрып, ортадағы Чесноковтың жүрген бағытына береді. Алайда Ислам ондай пасты күтпегені анық. Сәтсіз пас. Доп қиындық көрмей оң қапталға жайғасып алды. Әуелеті пас бермей тұрған сәтте ойыншыларды қарайық. Маричкин 8-ші номермен иық тіресіп, оның секіруіне де кедергі болып тұр. Быстровта жауып тұрған сияқты еді, алайда ол басқа бағытқа кетіп қалды. Қайыров ешкімді жапқан жоқ. Осындай жағдайлар болды. 24-ші минутта Ислам Чесноков Тимикастың аяғынан допты тартып алып, жойқын соққы жасайды. Доп қорғаушыға тайқып тиіп, тіпті қақпаның бағанасына тиеді. Гол болғанда ғой әттең. Ойын басқаша өрбуі мүмкін еді. 37-ші минутта қайтадан сол сценарий. Доп оң қаптал жақта. Содан кейін Йоргос Масурас асықпай әріптесі Фотис Ионидистің ашылғанын күтіп, соған пас береді. Соққы және есеп 3-0. Мынау енді тіпті оңай кіріп отыр. Талқылаймыз ба? Доп Масураста болған кезде Қайыр 10-ші нөмірді жабуға жүгірді. Ерлан сол Масурастың алға жылжығанына тосқауыл болып тұр. Ал Маричкин Ионидисті бақылап тұрмын деп ойлады. Себебі оның бірінші бағытталған жағы айбалаңның сәл оң жақ еді. Алайда соңғы сәтте ол бірден солға қарай жүгіре кетті. Быстров шабуыл басталғалы бері позициясын таңдай алмай жүр.
Егер қателессем, кешірім сұраймын. Бірақ мен түсінбедім. 40 минутта тағы гол кірді. Қай қапталдан және қалай кірді? Тауып көріңіздерші. Қайтадан оң қаптал және қайтадан сол айып алаңына жоғарыдан пас. Бұл жерде тек бір ғана қателік. Димитрис Курбейс болып тұр. Барлығы бір адамнан, не екі адамнан бір адамды мықтылап жауып тұр. Ал 6 нөмірлі футболшыны ше? Секірді де гол сала салды. Бірінші тайм осындай масқарамен бітті. Қателігін түсінген бапкер алаңға бірден Асановтың орнына Оразовты, Қайыровтың орнына Тапаловты, Бейсебековтің орнына Садыбековті шығарды. Қайрат ойыншысы Әділет Садыбековтің бұл екінші ойын екен. Дебютіме десем, дебютің кезінде Әзербайжаннан 3-0 ұтылған кезде алыпты. Екінші мәрте енді 4-0 болған кезде алып отырмын. Үшінші мәртесі енді Құдай қаласа жеңісті болады деп сенеміз. Екінші тайм біз үшін жақсы басталды. Ортада ойын жүре бастады. Тіпті шабуылдарымыз да бір емес бірнеше ретке жалғасты. Әрине нәтижелі болды демеймін, бірақ тот басып тұрған темірдің беті жылтырлай бастағаны анық. Камбэктің иісі кішкене болсын шыққандай сезілді. Гректер де қарап қалған жоқ, олар да шабуылдарын тоқтатпады. Алайда бірінші таймға қарағанда қарқындары басылғандай. 86 минутта қазақстандық ойыншы гол салды. Бірақ өзіміздің қақпаға. Автогол. Гректер тағы да сол оң қаптал жақтан, дәлірек айтсам бұрыштамадан әуелетіп тастап, есептерін 5-ке дейін жеткізді. Маған қызық болғаны доп келе жатқан кезде Мавропановты Тапалов пен Маричкин жауып, допты қайтаруға бастарын тосады. Доп бірінші Тапаловтың басынан, сосын Маричкиннің басына тиіп кіреді. Ал Мавропанов бұл эпизодқа тек қарап қалды. Автогол Тапаловқа жазылыпты. Гректер мұнысымен тоқтаған жоқ. Матч толық аяқталғанға дейін тағы да бірнеше шабуыл жасап, соққыларын сынап көрді. Бірде өздері қисық теуіп жатса, бірде шаске құтқарып тұрды. Төреші матчты тоқтатып ысқырмағанда, есеп тағы да бірнеше сандарға өсіп кетуі мүмкін еді. Ойыншыларға жекелей баға беріп көрсем деп еді. Максим Саморадовқа доп келе қоймады. Келген кездер әйтеуір бірнесе жасамақ ниеті болды. Дәл солай Ислам Чесноков жайлы айтуға болады. Эльхан Астанов бүгін көрінбеді. Астана сапында лидер. Үздік ойын көрсетіп жүрген бұл жігіт бүгін алаңда бары байқалмады. Бәлкім сол доптың келмей кеткенінен де шығар. Ал капитан қызмет атқарған Абзал Бейсебеков өткен Словения ойынында да нашар ойын көрсеткен болатын. Бүгін де солай болды. Негізі Бейсебековтің ұлттық құрамадағы дәуірі бітті-ау деп ойлаймын. Әрине бұрынғы кездер бұл ойыншының орнын басатын адам болмады. Өте керемет ойын көрсететін. Ең ұнайтын ойыншыларын кім десе, топ 5 ішінде осы Абзал Бейсебековты айтатынмын. Тіпті кезінде ойынына соншалықты тамсанғаным, дайректіне де мықтысыз, үздіксіз деп жазғаным да есімде. Ал қазір өкінішке орай ондай бабында емес. Бахтияр Зайнуддинов. Словениямен ойында болған жоқ. Осы ойында команданы өзі сүйрейді деген ниетте болдық. Бірақ әрбір екінші пасы қате болып, ойынды жүргізетіндей шамада болмады. Бешикташта тек қорғаныста ойнап үйреніп қалған соң, креативі азайып қалған ба? Бағдат Қайыров. Кейде топ матч өткізсе, кейде осылай өкінішті ойындар ойнап қалады. Марат Быстров. Даниямен болған кезден бастап нашар ойнап жатыр. Оған дейінгі ойындарда өзінің кім екенін көрсетіп, орнымда ешкім баса алмайды деген дәрежеге жеткізіп еді. Қазір позиция бойынша көп қателікке ілініп жатыр. Маричкин мен Ерлановтың бүгін жолы болмағаны анық. Дәл солай Ян Вороговскийдің де сәтті іс-қимылдары аз болды. Шацкиге әңгімем жоқ. Салынған голдарды қайтару үшін флеш секілді жылдам қақпа алдында қимылдауы керек шығар. Қосалық құрамнан шыққан ойыншылар туралы айтып көрейік. Қайыровтың орнына шыққан Еркін Тапалов кішкене болсын ойынды жақсартқандай болды. Бірақ нәтижені оң қарататында ештеңе жасай алмады. Садыбеков пен Зуевті сол. Ең ұнағаны Рамазан Оразов бірден ойынды өзінің қолына алды. Алдапта, паста беріп, соққына да жасап көрді. Абат Айымбетов ше, 13 минутқа ғана шыққан бұл шабуылшымызға айып алаңына жақын болатын пас келді ме өзі? Левандовский, Роналду сияқты болмаса да, жақсы пас келсе салып беретін ойыншы ғой негізі. Қанша рет жеңіс голын соғып үйреніп қалған Абатқа көп минут беру керек еді. Қазір бір нәрсе айтайын. Менімен келісесіздер ме, білмеймін. Грекия ойыншылары мен біздің ойыншылардың қандай айырмашылығы бар? Бізде тек тәжірибе мен командалық ойын ғана жоқ. Ал жеке шеберліктерін жекелей салыстырып шықсақ, гректерден басым боламыз деп ойлаймын. Тәжірибенің ішіне сол қорқыныштың болмауы да кіреді ғой жалпы. Біздің ең үлкен қателік ол алаңға шыққан кезде қорқып ойнау. Қысқасы білгенін жасай алмау. Өздерінің клубтарында емін-еркін теуіп алдап жүрген жігіттер мына жақ келген кезде сасып қалып жатты. Сонымен матчтың есебінен бөлек көп қойылған сұрақ ол капитанымыз Асқат Тағаберген қайда?
Аздап жарақаты бар екенін білдік. Бірақ ойынның кем дегенде екінші таймында ойнау керек шығар деп ойладық. Тіпті жанұясы да білмейміз дегендей аң-таң болып жатты. Сөйтіп ойын біткен соң бапкердің сұхбатынан кейін бұл сұраққа да жауап алдық. Жарақатына байланысты алғашқы аптада ол бізбен жаттыққан жоқ. Түркменстанмен болған ойында тонус үшін 10 минутқа ғана шығардық. Визуалды түрде де көрсеткіштері бойынша да бабында емес екені көрініп тұрды. Біз Асхатта 20-30 минут қалған кезде алаңға шығаруды жоспарлап едік. Бірақ ойын барысында сен бір нәрсе жоспарлайсың, алайда жоспарың әрдайым ойдағыдай шыға бермейді. Осындай нашар бірінші таймнан кейін қосалық құрамнан адамдар шығардық. Сосын негізі Асхат шығады деп ойладық. Алайда Чесноков шаршаған соң Зуев алаңның жоғары жағында ойнайды. Оны шығарғанымыз дұрыс шешім деп қабылдадық. Себебі Асхат төменгі жақта ойнайды. Садыбеков те төменгі жақта, Баха да шаршаған соң төменгі жақта жүрді. Асхат үшінші болып қосылар еді деп бапкер осылайша мәлімдеді. Сонда есеп нашар болып тұрған соң шабуылды күшейтеді деп Зуевті шығарғаны ма? Зуев негізі жаман ойыншы демеймін. Алайда ойынды жүргізіп соққылататын әсекең емес пе? Бізге негізі шабуыл жақта емес, ортада доп ұстау керек еді ғой. Кешегі ойында бізде Ибрагимович, Харри Кейн, Суарес болса да гол саламайтын едік. Алаңнан арасамай жатқан соң шабуылдағы ойыншының қажетіне. Шетел ойыншыларын қиялдап айтқанымызды қойшы. Дәл осы өзіміздің капитанымыз ауадай қажет болды десем, қателеспейтін шығармын. Данияда ұтылған кезде де осы Тағберген шыққан соң ғана Қазақстанның ойыны ашылып еді. Бұл жолда солай болар деп едік, бірақ алаңда 1 минутта ойнап үлгермеді. Жұрттар айтады, мұндай плей-офф кезеңі бізге арман еді ғой. Ешқашан Еуроға шығуға мұндай мүмкіндік болмаған. Сын тағудың қажеті жоқ, осыған да риза болайық деп шулап жатыр. Негізі ол айтқандарының да жаны бар, алайда мұндай ойын үлгісімен емес. Грекиядан дәл осындай есеппен тек Гибралтар ғана ұтылды. Сонда Гибралтармен болған есепті бізбен салыстырып бәрі жақсы деп отыра беруіміз керек пе? Одан қалса барлығы соғылған 5 голды арнайы пастар арқылы өріп салынған жоқ. Не пенальти, не баспен дегендей. Түсінерім, егерде допты мүлде ала алмай, тики-така арқылы сұмдық тактикамен Франция секілді бізді ұтқан болса. Бірақ Грекиядан ондай ойынды көрген жоқпыз. Жай ғана біз өте нашар ойнадық. Әрбір екінші пасымыз қателік. Алаңның екінші жағына шыға алмаймыз. Сосын негізгі ойыншыларымыз қосалық құрамда отыр. Адив Словениямен болған ойыннан кейін айтып еді ғой. Құраммен қателестім ау деп. Дәл сол қателікті тағы да жіберіп отыр. Бабында жүрген Максим Самбородовқа пас мүлде келмейді. Ал келген кездері тек әуемен. Қасында үлкен 2 грек допты жерге түсірмей шығарып жіберіп жатқан кезде Максим не істей алады? Хорватияның әлем чемпионатында 2-ші орын, одан кейінгі 3-ші орындары ойыншылардың соншалықты мықты болуында дейсіздер ме? Жоқ. Лука Модричтің 100% демеймін, 50% пайдасының арқасында шығар. Хорватияның ойынын толық жүргізетін осы кісі. Алда да, артта да бәріне үлгеріп, жеңістердің негізгі тірегі болып жүрді. Әйтпесе Хорватияның ондай Бразилия, Португалиядағыдай шебер ойыншылары санаулы. Шабуылда да ондай маусым сайын 20-30 гол салып жатқан футболшылар да жоқ. Бұл оқиғаны не үшін айтып отырмын? Ортадағы ойыншылар дұрыс болмаса, кешегідей ойын жүрмейді. Оразовты шығарған соң ғана кішкене доп ұстай бастадық қой. Бәлкім жарақатынан енді жазылған Исламханды шақырған кезде пайдасын көбірек берер ме деп қоям. Осы уақытқа дейін Исламханның ондай нашар ойнаған кезін байқамаппын. Ал бұл мен шатаспасам 2018-де қолымда қазанымды ұстап суретке түсуге бола ма деп сұраған кезім. Сендер осындайсыңдар, теп алмайсыңдар деп бапкерді не ойыншыларды кінәлағым келмейді. Қолдарынан келгенін барлығын жасады. Адиевтің де тізімінде Францияның 4 құрам шығатындай ойыншылары жоқ. Осы жетістікке де шүкір. Осындай эмоцияға да рахмет. Жеңістің дәмін сезіп қалған жанкүйерлерге жеңіліс ауыр тиеді. Әсіресе осындай мүлде ойын жүрмеген жеңіліс. Кемінде 1-0 бола тұра жақсы ойнап ұтылсақ, тек әттеген ай дерек. Құдай қаласа барлық дұрыс болады деп ойлаймын. Сіздермен бірге желаяқ арнасы. Жеңісті күндерде жүздескенше.